Emді ағаңның айтам да. Көке, шынымен атыңыз Алпысбай ма? Енді саған оңбай деп тұрмын ба мен? Атыңыз айтқызбай аттың ғой сені. Ай, Алпысбай аты? Жылқыбай ұлы Алпысбай Түйебай? Фамилия. Анасының аты Анипа. Мынау келіншегіңіз Күлия. 3 балаңыз бар. Екеуі сабаққа барады, біреу садикқа барады. Кішкентай аты Аликош. Солай ма? Қайдан біліп тұр бәрін? Білем. Туған жеріңіз Жаңақорған ауданы Бірлік ауылы. Сояқта тұрасыз ғой сіз әлі. Көрдің ба, ауылдан бері бізді аңдып жүр екен. Жылай бермей, қазір үйімізден айырылып қаламыз. Ой. Көке тыңдаңыз. Соңғы рет әкеміз Жылқыбай көкем айына бит 4-5 күнге бит бір жаққа қыдырып кететін бе еді? Еш жаққа қыдырмайды мен көкем. Ай сайын пенсия алғанда қыдырып кетеді ғой, атамыз таппай қалады деп қойсын. О кезде Палшандарға кеттім дейді. Палшандарға. Ай, көкем, міне. Палшанға дегені, Балжанға дегені ғой. Ол кім? Балжан деген менің анам. Алпысбай ағам, мен сіздің енеңіз Жетісбайым ғой. Мені ақкөңіл екен дей бермей, мен бейжерді, ағам да, әлім де болмаған, мен ауылда 76-ларда өлді әжім өскенде. Бар серелерім біле, қазынымдан басқа, ешкім жоқ. Жыламашы. Жеңгеше, сіз тыңдаңыз ең болмаса. Әкеміз Жылқыбай көкем біздің үйге соңғы рет келген кезде анам айтқан, ей Жылқыбай, қашанға дейін естіп жасырынып, мышық-тышқан ойнап жүреміз. Ана үлкен балаңа айтсай, артына інісі бар екенін айтсай деген. Әкеміз сонда ұялшақ, ұяң кісі ғой. Ойрай, момын, еді ғой байқұс бішер. Бұл жерде де бейді. Жарайды деп та сол кеткенде мол кетті ғой көкем. Ойбай, Алпысбай, мынау сенің бауырың сияқты ғой, Жылқыбайдансың ба не? Собственный ғой. Көкем өліп қалды ғой. Қайсыз бұл десей? Бейшара тілден кетті ғой, тілден. Көкеден жалғыз қалдым ғой десем, маған сөйлей алмайды. Бейте береді. Көке айтса енді не дейсің десем, маған қарап, бейтті ма? Бірдегелер істеді ғой маған. Ойбай, ақпақ көрсетіп кетті ғой, мынау деген 70 шығар еді. Бір заң көрсін аға. Ей, жаным, ішінде бүккені бар екен ғой. Жетіспай деп айтамаған ба сонда? Бауырым! Жаным, атам сені көрді көрді, бір ауылда құсқайшы. Ей, жаным, бір аунағанын қайдам, сәлті тастап атқан шығар. Көкем өлген кездесе келмеді ғой. Қалай барам көке, айтыңызшы. Сіз таныстырмады да көкемді айтып кетпеген. Ялған. Онсында көкем ауырып жүрген білдім, жылқалып дайындалып жүрген ғой негізі. Жылқы? Е. Ей, қайда ол жылқы? Ой, ауылда қорада тұрып қойып қойдым, сол қойдым. Тұра берсін, кейін алып кетем, бауырым. Қоймай. Құшақтаспасыз бұлармен? Ойбай, қайната сәлем бердік. Көкемнің суреті. Ойбай, қайната деп қойды, неменеге мен атама сәлем салбатсыз, а? Бай, жай. Ай, есіңе ма, сен сырласқан айтатын ем, Күлия деген жеңгем бар, Алпысбай деген ағам бар, іздеп жүрмін деп. Өздері келді ғой, өздері келді. Ойбай, келін екен. Қайнағанға сәлем жасаймын. Туған ағам. Алды дешап! Ай, не бол? Құдықсында қасқырдың суреті бар, алдым жап. Ойбай, келін айбет бек қой, мына қайнаған кішкентай кезде қасқырға таланған екен, содан бері қорқып қалған ғой. Ей, аға, жеңге, бүгін менен асқан бақытты адам жоқ, аға. Ей, біздің осы Астанада үйіміз бар ғой. Мына үйсіздерге аманат. Жеңге мекен қалыңыздар. Жоқ, мен ауылда қара шаңырақта тұрам. Бұл үйде келін екеуің тұрасыңдар. Жеңге мекен тұрасың. Келін екеуің. Жеңге мекен тұрасыңдар, аға. Квартираны жалдаймыз. Ойбай, болды. Жаңағына сен шық, мен шық деп қырылып жатыр екен, масқара ят болды ғой. Бәріміз бір атадан екенбіз ғой. Бәріміз бірге осы үйде бірге тұра берейік. Сөйтейікші. Сосын атамызға бір Құран оқимыз деген еді, шай ішейікші, басын сақина ұстап Дұрыс айтасың, несі Құран тезірек оқытып алайық. Тағы біреу келіп тұрмасын, 80 байым деп. Бергенде, яна келін менен сөзің өтеді ғой, айтшы алдында бір қоян суреті бар, футболшы ғой екен. Шо сөйледі. Жүр көзіңе ал көрсін.